Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында мороженое дайындайтын боламыз. Ол үшін салқын 300 грамм сүтке немесе суға араластырсаңыздар да болады. Осылай 100 грамм сухой сместің барлығын салып, миксерлеп аламыз. Торттың кремін дайындағандай кремімізді қою етіп миксерлеп аламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осылай міне креміміз қою болғанша араластырып дайындап аламыз. Міне мен осындай формаларға салдым. 14 штук шықты. Егерде сіздер үлкен етіп жасаймын десеңіздер, 7-8 штук шығады. Барлығын осылай салып, тегістеп, таяқшаларын салып, морозилкаға жібереміз. 1,5-2 сағатта дайын болады. Видеода көрсетілмей қалыпты морозилкаға салған жерім. Осылай тегістеп аламыз. Ендігі кезекте таяқшаларын салып шығамыз. Міне осымен мороженойымыз дайын, морозилкадан шықты. Егерде сіздер шоколадқа немесе карамельге батырып әрлеп жеймін десеңіздер де өз қалауларыңыз. Мен осылай балапандарға бердім. Ас болсын сіздерге, сіздер де жасап көріңіздер. Өте тез әрі оңай.